Пираттар. Бұл сөзді естігенде көпшілігіміздің ойына бірден кино кейіпкерлері, қазына карталары, бас сүйек бейнеленген қара жалаулар мен теңіз шайқастары келеді. Бірақ шын мәнінде олардың өмірі қандай болған? Олар тек алтын үшін күрескен қылмыскерлер ме? Әлде еркіндік пен жаңа өмір іздеген адамдар ма? Тарихта пираттар әр дәуірде болған. Кейбірі жерорта теңізін кезіп жүрді, енді бірі Кариб теңізін өз билігіне алды. Олардың ішінде аты аңызға айналған капитандар да, қазынасын құпия жерге көмген қарақшылар да бар. Бір қызығы, пираттардың өмірінде тек шайқас пен олжа ғана емес, өз ережелері мен заңдары болды. Олар кемелерін демократиялық түрде басқарды, олжаны тең бөлді, бірақ тәртіп бұзғандарды аяусыз жазалады. Дегенмен, олардың айналасында көптеген аңыздар мен мифтер қалыптасты. Қарғыс атқан қазыналар, мәңгілік теңізде адасып жүрген елес кемелер, теңіз түбінде жасырылған сандықтар. Мұның қайсысы шындық, ал қайсысы жай ғана қорқынышты әңгіме екенін бірге анықтайтын боламыз. Ендеше желкен көтеріп, теңіз сапарына бірге шығайық. Пираттар бұл жай ғана кино кейіпкерлері емес, адамзат тарихында мыңдаған жылдар бойы болған нағыз адамдар. Ең алғашқы белгілі теңіз қарақшылары біздің дәуірімізге дейінгі 14 ғасырларда жерорта теңізінде пайда болды. Ол кезде сауда кемелері бағалы жүктерді бір порттан екіншісіне тасып жүрді, ал қарулы топтар осы кемелерді тоқтатып тонап кететін. Бұл тарихтағы алғашқы теңіз қарақшылығы еді. Кейіннен ежелгі Грекия мен Рим заманында да пираттар көп болды. Гректер мен римдіктер оларды жоюға тырысқанымен толық тоқтата алмады. Мысалы, Рим тарихында атақты қолбасшы Гней Помпей бір жорықта 300-ден астам пират кемесін жойған айтылады. Орта ғасырларда пираттық жаңа түрге енді. Солтүстік Еуропада викингтер пайда болды. Олар өз кемелерімен алысқа жүзіп, жағалаулардағы қалалар мен ауылдарды тонайтын. Викингтер тек тонаушы ғана емес, сонымен қатар зерттеуші және жолаушы болды. Бірақ олардың әрекеті пираттықтың бір түрі еді. Ал бүгінгі видеода біз білетін және сіз елестететін классикалық пират бейнесі. Бұл пираттар 16-18 ғасырларда қалыптасты. Бұл уақыт тарихта пираттардың алтын ғасыр деп аталды. Неге дәл осы кезде пираттар көбейді? Себебі Еуропа мемлекеттері жаңа жерлерді ашып, Америкадан алтын, күміс, қымбат тастар, қант, кофе сияқты бағалы тауарларды кемемен тасып отырды. Бұл кемелердің жолы ұзақ әрі қауіпті болды. Ал оларды қорғау үшін әскери кеме әрдайым бола бермейтін. Пираттар осындай олжалы кемелерді аңдып, кенеттен шабуыл жасайтын. Кариб теңізі бұл үшін өте қолайлы аймақ болды. Мұнда көптеген аралдар, жасырын қоймалар және кемелердің жолын бөгеуге ыңғайлы тарбағаздар бар еді. Пираттардың арасында көбінесе кедей балықшылар, соғыс кезінде теңіз флотында қызмет еткен, бірақ кейін жұмыссыз қалған әскерилер, тіпті өз елінің кемелерін тастап кеткен сатқын капитандар да болды. Оларды бір нәрсе біріктірді: байлыққа деген құштарлық және қоғамдағы әділетсіздікке қарсы шығу. Көпшілігі қарапайым өмірде кедей болды, ал пираттық оларға тез байып, еркін өмір сүру мүмкіндігін берді. Бірақ пират болу кинодағыдай романтика емес. Бұл үнемі өлім қаупінде жүру. Әр жорық шайқаспен немесе қудалаумен аяқталуы мүмкін еді. Ал қолға түскен пираттарды соттап, көп жағдайда дарға. Пират болу кез келген адамның таңдайтын жолы емес. Бұл қауіпті, заңсыз және көп жағдайда қысқа ғұмырмен аяқталатын кәсіп. Бірақ тарихта мыңдаған адам осы жолға түсті. Неге? Бірінші себеп кедейлік пен жұмыссыздық. 16-18 ғасырларда Еуропада теңізшілер өте көп болды. Соғыстар кезінде олар әскери флотта қызмет етті, бірақ бейбіт уақытта жұмыс табу қиын еді. Сауда кемелерінде жұмыс аз, жалақы төмен, ал еңбек өте ауыр болатын. Екіншіден, әскери немесе сауда кемелерінде капитан толық билікке ие болды. Ол теңізшілерді ұрып соғуға, тамақ пен суын шектеуге құқылы еді. Ал пират кемесінде бұл басқаша болды. Олжаны тең бөлді, капитанды дауыс беру арқылы сайлады. Тіпті кей жағдайда әр теңізшінің кемедегі дауысқа құқығы бірдей болды. Бұл қарапайым адам үшін сирек кездесетін еркіндік еді. Үшінші себеп жылдам байлыққа жету мүмкіндігі. Заңды түрде мұндай ақшаны табу жылдар, тіпті 10 жылдар талап етсе, пираттыққа бір сәтті жорықтан да үлкен олжа түсу мүмкін еді. Кейде бір ғана кеме шабуылы теңізшілерге бірнеше жылдық жалақыдан артық пайда келетін. Төртіншіден, кейбір адамдар үшін пираттық тек ақша табу емес, жаңа жерлер көру, өмірде ешкімге бағынбай жүру, өз ережелерімен өмір сүру мүмкіндігі болды. Бұл әсіресе жастау, батыл теңізшілерді қызықтырды, яғни шытырман оқиғаларды жақсы көретіндер пират болды.
Бесіншіден, кей пираттар бұрынғы теңізшілер немесе капитандар болатын. Оларды бір мемлекет немесе компания әділетсіз айыптап, жала жауып, жұмыстан қудалаған. Осындай адамдар заңды жолмен емес, теңіз қарақшылығы арқылы кек алуға бел буды. Сонымен қатар, кей елдер пираттарды өз пайдасына пайдаланды. Мысалы, Англия мен Францияда жекеменшік кеме иелері деп аталатын заңды қарақшылыққа рұқсат қағаз берді. Олар жау елінің кемелерін тонаса, бұл қылмыс болып саналмады. Керісінше мемлекетке пайда келді. Бірақ саясат өзгерген кезде кеше ғана заңды болған бұл адамдар қылмыскерге айналды. Қара сақал. Эдвард Тич. Тарихқа қара сақал деген атпен енген. 18 ғасырдың басындағы ең қорқынышты пираттардың бірі болды. Ол өзінің атағын тек шайқас шеберлігімен ғана емес, психологиялық қорқыныш туғызу әдістерімен де жасаған. Қара сақалдың бойы 1.90-нан асады, иығы кең, ал ұзын қара сақалын өріп, оған баяу жанатын фитилдер байлайтын. Шайқас алдында ол фитилдер жағып, беті түтінге оранып, нағыз тозықтан шыққан жын сияқты көрінетін. 1717 жылы ол үлкен кемелерді басып алып, Кариб теңізінде және Солтүстік Американың шығыс жағалауларын бірнеше ай бойы сауда кемелерін тонады. Ең әйгілі оқиғаларының бірі 1718 жылы Солтүстік Каролина жағалауындағы Чарльстон қаласында теңіз жолын жауып тастауы. Ол бірнеше күн бойы барлық кемелерді ұстап, қалаға дәрі-дәрмек жеткізуді тоқтатты. Талаптары орындалған соң ғана кемелерді босатты. Қара сақалдың өмірі 1718 жылдың қарашасында аяқталды. Вирджиния губернаторы оны ұстап алу үшін арнайы теңіз отрядын жіберді. Қанды шайқаста қара сақалға 5 рет оқ тиіп, 20-дан астам қылыш жарақатын алып, ақыры қаза тапты. Аңыз бойынша басы шабылғаннан кейін де денесі палуба бойымен бірнеше метр жүріп барып құлаған. Пираттар әлемінде әйелдер сирек кездесетін, бірақ Энн Бонни сол аздың бірі ғана емес, ең әйгілісі болды. Ол 1700 жылдардың басында Ирландияда дүниеге келіп, жас кезінде Кариб теңізіне көшіп келген. Энн жас кезінде Джон Рэхэм есімді пиратпен танысып, оған қосылып, ашық теңіздегі өмірін бастайды. Ол ерлер киімін киіп, қару асынып, ер адамдармен бірге шабуылдарға қатысатын. Ол бір шайқаста қаруын тастап, берілуге дайын тұрған экипаж мүшелеріне ашуланып, сендер еркек емессіңдер ме, соғысыңдар деп айқайлағаны тарихта қалған. 1718 жылы олардың кемесі Британ флотымен ұсталды. Көптеген пираттар мас болғандықтан қарсылық көрсете алмады. Бірақ Энн мен тағы бір әйел пират, Мэри Рид, соңына дейін соғысты. Тұтқындалған соң Энн өлім жазасына кесілді. Бірақ ол құрсақта балам бар деп сотта мәлімдеді. Кейіннен жүкті әйелдерді өлтіру кейінге қалдырылатын. Эннің әрі қарайғы тағдыры құпия болып қалды. Пираттар сыртынан қарағанда тек тонап, ұрысып, ішіп жеумен айналысатын адамдар сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ шын мәнінде олардың өз ішкі тәртібі, заңдары, тіпті өзіндік мәдениеті болған. Көптеген пираттық топтарда арнайы кодекс немесе келісім болды. Бұл әр пиратқа жорыққа шықпас бұрын қол қоятын ережелер тізімі. Мысалы, олжаны тең бөлу. Капитан мен офицерлер сәл көбірек алатын, бірақ қатардағы теңізшілер де жақсы үлеске ие болатын. Кеме үстінде капитанның бұйрығына қарсы келуге болмайды. Бір-бірінің қаруын, киімін, мүлкін ұрлауға қатаң тыйым салынған. Жарақат алған пиратқа өтемақы төленетін. Мысалы, қолын немесе аяғын жоғалтқан адамға алтын немесе күміс түрінде ақы берілген. Кәдімгі әскери немесе сауда кемелерінде капитан абсолют билікке ие болса, пираттарда бәрі сәл өзгеше еді. Капитан мен көмекші пираттардың дауыс беруімен сайланатын. Егер капитан өз тобын ренжітсе, немесе сәтсіз жорықтар көп болса, оны орнынан алып тастайтын. Пираттар жарқын түсті киімдер, түрлі орамалдар, кең шалбар, ұзын жейделер киген. Бұл бір жағынан басқа кемелерге қорқынышты көріну үшін, ал бір жағынан ұрланға байлықты көрсету үшін еді. Олар теңізшілердің әртүрлі боғауыздарын қолданды. Мысалы, ағылшын пираттары ар немесе матай деген сөздерді жиі айтатын. Тақтайдан лақтыру. Пираттар туралы фильмдер мен кітаптарда жиі кездесетін көрініс. Ол тұтқынды кеменің шетіне қойылған ұзын тақтай үстімен теңізге қарай жүріп суға құлату. Бірақ шын тарихта бұл жазалау әдісі өте сирек қолданылған. Көптеген тарихшылардың айтуынша, пираттар көбіне тұтқындарды жай ғана суға тастайтын, немесе басқа жолдармен жазалайтын. Тақтайдан лақтыру туралы деректердің көпшілігі 18-19 ғасырдағы әдебиет пен кейінгі Голливуд фильмдерінен тараған. Пираттар үнемі қазынасын аралға көміп тастайды деген ең танымал пират аңызы. Фильмдер мен кітаптарда капитандар алтын мен асыл тастарды жаздан аралға көміп, картасын сызып қояды. Бірақ шындықта олай болмаған.
Пираттар үшін алтын тірі қалудың құралы болды. Олар олжаны тезірек жұмсап, ішімдікке, қаруға, кемені жөндеуге және ойын-сауыққа таратып жіберетін. Пираттар тек қатыгез, қаншер адамдар болған. Олар қатыгез еді, бірақ бәрібірдей қаншер емес. Кейбір пираттар өз экипажына әділ заң орнатып, жарақат алған адамдарға өтемақы төлеген. Мысалы, аяғын жоғалтқан матросқа бір қалта алтын, көзін жоғалтқанға жарты қалта алтын берген. Шындығында пираттардың жалауы тек қорқыту үшін қолданылды. Қара жалау көтерілгенде бұл берілсең аман қаласың, қарсылассаң өлесің деген ескерту болатын. Ал қызыл жалау ешкімді тірі қалдырмаймыз деген белгі еді. 18 ғасырдың басында пираттардың алтын ғасыры аяқталып келе жатты. Теңіз империялары енді қарақшыларға қарсы ашық соғыс бастады. Бұл оларды еркіндігінің соңғы күндері еді. 1717 жылы Ұлыбритания үкіметі пираттарға патшаның кешірімін ұсынды. Егер олар бір жыл ішінде берілуге келіссе, қылмыстары кешіріледі. Көптеген қарақшылар келсе де, ең қауіпті капитандар қару тастаудан бас тартты. 1718 жылы Багам аралдарына жаңа губернатор Вудс Роджерс келді. Оның мақсаты пираттықты тамырымен жою. Роджерс Кариб теңізінде әскери флот орналастырып, пираттарға екі таңдау қалдырды: берілу немесе өлім. 1718 жылдың қарашасы солтүстік Каролина жағалауындағы Окракок аралы. Қарасақалдың кемесін ағылшын кемелері қоршады. Таң атқанда шабуыл басталды. Шайқас 1 сағаттан аса уақытқа созылды. Қарасақалдың денесіне 5 оқ тиіп, 20-дан аса қылыш жарақаты жасалды. Бірақ ол құламады, тек бас шабылған кезде ғана тоқтады. Аңыз бойынша оның басы кеменің тұмсығына ілінді, ал денесі суға түсіп бірнеше метр жүзіп барып батып кетті. Ұсталған пираттарды көпшілік алдында дарғасу басталды. Кейбірінің мәйіттері торға салынып, айлақ маңында айлар бойы ілініп тұрды. Осылайша басқа теңізшілерге ескерту еді. 1720 жылы Калика Джек ұсталып, Анна Бонни мен Мэри Рид қамауға алынды. Әйелдер жүктілік себепті дардан аман қалды, бірақ Джек сол жерде өлтірілді. 1721 жылы Чарльз Вейн сатқындыққа ұшырап ұсталды және көпшілік алдында асылды. 1725 жылға қарай Кариб теңізіндегі ірі пираттық жойылды. 1730 жылдары Үнді мұхиты мен Африка жағалауында соңғы қарсыластықтар тоқтады. Кейбір тірі қалған пираттар заңды теңізшілерге, балықшыларға немесе контрабанда мүшесіне айналды. Тек бірнеше шағын топтар ғана теңізде жасырын жүрді. Бірақ олар бұрынғыдай аңызға айналған флоттардай мықты болмады. Енді бір күн пираттың өмірін сүріп көрейік. Таңғы 5-6 шамасында кеме капитанның бұйрығымен барлығы оянады. Кемеде сағат пен уақыт өлшелмеген, бәрі күннің батуы мен шығуы арқылы белгілеген. Таңертең саған палубаны жуу, арқанды тексеру, зеңбіректерді тазалау міндетті жұмыстар деп есептеледі. Азық-түлік аз болса, таңғы ас көбіне құрғақ печенье, тұздалған ет, су немесе ром болады. Шамамен түскі 1-2-лерге қарай ауа райы қолайлы болса, капитан адамдарын 2 топқа бөледі. Бірі желкендер жөндейді, ал бір бөлігі балық аулайды. Содан кейін кейбір пираттар карта ойнайды, немесе қылыштасу жаттығуын жасайды. Ұйықтар алдында пираттар күліп ойнап, ән айтады, немесе дауылдан кейінгі тыныштықта бір-бірімен сөйлеспей, тек теңіз сырын тыңдайды. Пираттар кемесінде жеке каюта тек капитан мен бірнеше жоғары дәрежелі офицерлерге ғана тиесілі. Қалғандары тар бөлмеде, ағаш төсекте бір-біріне тығыз жатып ұйықтайды. Тамақ азайған кезде олар жиі кемеде тышқан аулайтын. Ұйықтар алдында қазына жайлы әңгімелер, өткен шайқастардың оқиғалары, кейде қорқынышты теңіз аңыздары айтылатын. Бірақ менің ойымша, бұндай өмір егер тірі қалып жатсаңыз, тек 1-2 жыл ғана қызық болады. Ал әрі қарай өміріңіздің бәрі үнсіз ашық теңізде, не үшін соғысып жатқаныңызды білмейтін кемеде өтеді. Ал кемені тастау бұл өліммен тең. Пираттардың дәуірі қысқа болды, бірақ олар артында өшпес аңыз қалдырды. Әлем оларды қылмыскер деп таныды, бірақ кейбірі оларды теңізде еркіндік үшін күрескен батырлар деп санады. Пираттар туралы әндер, романдар, кинолар түсірілді. Бас сүйек пен сүйектер бейнесі бүкіл еркіндіктің символына айналды. Қазына іздеу аңыздары әлі күнге дейін зерттеушілер мен ғалымдарды қызықтырады. Теңіз әлі де олардың құпияларын жасап жатыр. Бәлкім дауылды түні сізде алыстан, тұман астынан баяғы ұмытылған қара жалауды көріп қаларсыз. Сол сәтте сіз пираттардың нағыз рухын түсінетін боласыз. Ал енді қазақ шығарылымы дамуы үшін лайк басып комментарий жазып кетіңіз.